Армысыздар, әңгімелер жинағы каналының оқырмандары. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Ертең сенбі екені есіне түскенде Ерқанат ерекше қуанып, тіпті жүрегі сонау бозбала кезіндегідей дүрсілдеп соғып кетті. Осы жолы Гүлсинаны көп күттірмей барайыншы, күтіп қалса яттан бұрын обал шығар. Көзі жәудіреп, балкон мен есік арасын тоздырады байғұс деп, жер ортасынан асқанда кездескен асылын елжірей есіне алды. Ел ағасы атанып, басындағы ақ шашының өзі серей бастағанда, немерелерінің өзі қыздарға көз сала бастағанда, өзіне қайтадан сол бір ғажайып сезім оралды деп кім ойлапты? Әсіресе Гүлсинаның қап-қара тұңғиық көздеріне еніп кетіп, жас келіншек жүрегін жаулап алады деп пе? Алтыншы белесі артында қалғанда қызымен қатар перизатқа көз саламын деп пе еді? Өзінің Құдай қосқан 40 жыл серік болған алтындай ұл қыздарын жарық дүниеге алып келген жан-жарынан осы келіншекті артық көрем деп пе еді? Ал енді мынау жұмбақ сезімнің оянуына, жұмбақ тірлігінің жол бастауына Гүлсина кінәлі десе де, еркек басымен ақталған арсыздық. Жан дүниесіне күнә жігіт емес, тіпті болатыны шығар. Шындығына келсек, әппақ басымен баласындай адамға айрықша назар салмас еді ғой, егер ол соры қайнаған қыздың өзі бұл бейбақты осынша жақсы көрмесе. Ғашық болып қалды деп айтуға даусы бармайды. Жап-жас қыз, ақ маралдай әсем келіншектің өзіне сонша ықыласы кеткеніне алғашында өзі де аң-таң болды, тіпті сенбеді. Қу келіншектің бақа есебі бар ма деп те ойлады. Ол мұның басын бауырына қысып алып, ағыл-тегіл жылап, өткенін айтып, ақтарылғанда ұяттан есі шығып кеткен болатын. Осы жасына дейін өзіне өстіп ағыл-тегіл жылап, жан дүниесімен езіліп, сыр ашқан әйел көрмепті. Ес біліп, қызғалдақтарға көз салғаннан бері талайын сүйді, құшағына алды, өзі де ғашық болды. Бірақ солардың ешқайсысы дәл мынадай есін шығарып, жолынан жаңылдыра сақтап, жанын тербеген емес еді. Ел ағасы екенін, балалары түгіл немересінің бойы өзін қуып жеткенін, ақ адал жарының алдындағы парызын, ағайынның алдындағы қарызын ойлап, Гүлсинадан ат-тонын ала қашса келген, өзінің абыройын ойлап, аулақ кеткісі де келген. Бірақ не екенін өзі де білмейді. Есін жиғанда соның телефон сандарын теріп тұрады. Қайта кездескенше асығады. Мұны махаббат деп атауға да, не ғашықтыққа да жатқызуға ары бармайды. Дәу де болса өмірде көрмеген азабы жоқ. Әйелге деген аянышы болар, өзінің бағасын сонша көтерген әйелге деген құрмет болар. Басқа не десін? 7-ші қырға шығып келе жатқанда Гүлсинамен танысудың өзі қызық болды. Астананың шығысынан жер алып, өз қалауынша қос қабатты сарай салдырып жүрген кезі еді. Өздері әлі орталықтағы көп қабатты үйлердің бірінде тұратын. Күнара қызметтен шыға құрылысына жүгіреді. Келе құрылысшы өзбектердің кешелі бергі істерін тексеріп, керекті құрылыс материалдарын қағазға түртіп алады. Одан проробқа тапсырыс береді. Сенбі-жексенбі күндері өзі де құрылысшыға айналып кететін. Сол жылы еңбек демалысында құрылыс басында өткерді. Бәйбішесі балаларын алып, мама қаздай мамырлап, Анталияға күнде қыздырынуға аттанған. Жалғыздан-жалғыз үйде тамақ іше алмайтын болған соң, құрылысына жақын достар деген кафеден түстенетін. Сол күні тамақтанып шығып, аузына тоқпасарын тастап, есік алдында жан-жағына қарады. Көзі қарама-қарсы 5 қабатты үйге орналасқан шаштаразға түсіп кетті. Прелесть деп маңдайшасына жазғаны алыстан мен мұңдалап тұрды. Есіне көптен шасын бастырмағанын алып, жолдың арғы бетіне аяңдады. Мәсісінің қонышындай қума бөлмелердің бірінде әйелдер тырнағын өңдетіп, келесіде шаштарын жөндетіп жатыр. Солардан өткенде барып, ерлерге арналған бөлмені көрінді.
Алдындағы боз баланың шашын алып жатқан әйел мұның амандасқанына жауап та бермей бос тұрған орынды иегімен нұсқады. Ерқанат жазған құлда жазық жоқ түрмен үндемей барып айналмалы орындыққа жайғасты. Бір кезде арғы жақтан қасы-көзі қап-қара келбетті бір келіншек шықты. Көгілдір жібек алжапқышы шаштараз екендігін айтып тұр. «Сәлеметсіз бе?» деп амандасып, «Шашыңызды қандай үлгімен жасайық?» деді. «Шаштараз емес, корпорация президентінің хатшысы болуға лайық бикешке не дерін, қандай үлгі айтарын білмей, Ерқанаттың тілі байланды. Көзі бақырайып қызға қарап қалды. Келіншек мұның басынан айналдыра ары-бері бұрып қарап, «Ағай, шашыңыз алынбағалы біраз болыпты ғой, әлде суретшісіз бе?» деп күлді. «Суретші емеспін, бірақ соған жақын өнер адаммын» деді бұл көкене сәстен қалыспай. «Алдымен шашыңызды жақсылап жусақ қайтеді?» дейді ол шашын саусақтарымен тарақтап тұрып. Шындығында да демалысқа шыққан құрылыс басында жүрген соң шашы майланып кеткен еді. Содан ұялған соң тоқ тұрмас дегендей, «Жарайды, қарындасым, басымды билігіңе бердім, не істесең де еркіңде» деп шайқалып қарады. Ол да сөздің төркінін түсінетін пәле екен. «Басыңыздың еркі кетіп қалады деп қорықпайсыз ба ағасы?» дегені. Содан басын жақсылап жуып, одан құрғатты. Қайтадан айналдына отырғызып қойып, қайшысын сырылдатып қысқарта бастады. Ерқанат қыздың қолына жұқпаған қимылына қарап отыр. Болдау деген кезде қолына құтыдағы иіс суын алып шашқалы жатыр еді. Ерқанат, «Қарындасым, арзан әтір шашпаңыз, иісінен жүрегің көтеріл» деп ескерту жасады. Арзан әтір дегені намысына тиіп кетті де шаштаразшы, «Онда қымбат әтіріңізді алып жүрмейсіз бе?» деп қарымта қайтарды. «Еруілге қарулы деген осы». Аңдамай сөйлеген Ерқанат жазықты болып ауырмай өлді. Жазушы деген аты болғанмен шап-шашап сөзге жоқ еркек сөздей жеңілді. Жалпы өзі сөзден жеңілу дегенді анандай бір намыс көрмейді. Оның үстіне әйелден жеңілгенді. Әйел халқы сөзге келгенде еркектен үстем болатынын бала кезінен көріп келеді ғой. Көп сөйлемейтін адам болған соң сөз қылмайтын асыл қасиеті бар. Сол мінезіне салып, «Қарындасым, сізден ұят болды. Мен ерсілеу айтып қалдым» де, «Кешіріңіз, мені де кешіріңіз. Шаш ете түскеніме ағатай. Ер шекітпей, бекітпе тіс. Енді атыңды айт, мен клиентін болайын» деді ағасы, айнаға әрі-бері қарап, қыздың асқан шеберлікпен шашын алғанына риза болып. «Сізге ұнады ма?» деп көзінен күн шығып келе жатқандай күлімсіреп қуанып шаштаразшы. «Өте ұнады. Астанаға ауысқалы шашымның ойдағыдай алынғаны осы шығар» деп Ерқанат шынын ақтарды. «Менің атым Гүлсина» деп келіншек жас кезіндегі қыздардың танысқандай қолын созды. Ерқанат деп ағасы оның саусақтарын аялай ұстап танысты. Келіншектің басынан мың кісінің қолы қандай жұмсақ, не жұмыс істейді екен деген ой жүгіріп өтті. Гүлсинамен осылай танысып, келіншек мұның тұрақты шаштаразшысына айналған болатын. Бұрынғыдай желкесіне жеткенше жүре бермей, шашын 2 аптада бір рет алдыртатын. Онда да тек Гүлсинаға баратын болып алды. Кезекті бір шашын алдыратын кезінде Гүлсинаға түскі астың алдында барды. Шашы әбден баптарылып, көңілі шаттанып отырып, «Гүлсина, сендер қай уақытта түскі асқа шығасыңдар?» деп сұрады. Ағасының сөзіне аса мән бермеген шаштараз, «Түс әлетіне клиент болмаса тамақтана береміз» деп жауап қайтарды. «Қайдан тамақтанасыңдар? Біз үйден алып келіп осында ше саламыз. Бүгін клиент көріп тұрған жоқ. Менімен басқа жерде түскі асқа бірге ішсе қалай қарайсың?» «Мен алысқа бара алмаймын ғой аға, жұмыстамын ғой» деп келіншек шынын айтты. «Жақын анау көрініп тұрған достарға барайық» деп терезеден сыртқа көз салды. «Достарыма?» деп ойланып тұрды. «Сізбен тамақтанып отырғаным ұят шығар» деді. «Несі ұят? Қайта мен жалғыз тамақтанғанда серік боласын» деп келіншекті ертіп алып достарға келді. Әңгімелері жарасып отырып ауқаттанды. Гүлсинаның ажырасқанын, кәмелетке толмаған ұлы барын,
қаланың шетінде жатақханада тұратынын білді. Келіншектің педагогикалық институтта филология факультетінің бітіргенімен күнкөріс қамында қалай шаштараз болып кеткенінен де хабарланды. Тіпті «Мен сіздің үлкен жазушы екеніңізді де білемін» деп салды. «Қайдан білдің? Сіз бірінші жолы келгеніңізде бір жерден көргендей болдым. Кейінгі келгеніңізде бала күннен сүйіп оқыған жазушымды тірідей көріп тұрғаныма, оның шашын жасап жатқаныма таң қалдым. Сіздей атақты адам да біздің кішкентай шаштаразға келеді екен-ау деп ойладым. Біздей адамдар шашын қайдан алдыру керек деп ойлайсың? Білмеймін, қымбат үлкен салондарға барып, арнайы шаштараздары болатын шығар деп ойлайтын едім. Мен үшін ең мықты салон сен жұмыс жасайтын прелест. Арнайы шаштаразым Гүлсина деген әдемі келіншек деп еркелетіп те қойды. Сол жолы телефон алмасты. Жасын жасатар кезде телефонмен уақытын келісіп алатын болды. Тағы да бірге түстеніп келіншекке кітабына қолтаңба жазып сыйлады. Кейін әйелдер мерекесіне орай ресторанға шақырып сыйлық та жасады. Гүлсинаның бір кереметі мұның барлық шығармаларын оқыған, әрі жақсы сыншы болып шықты. Өмір болған соң қуаныш пен қиындық қатар алмасып жүреді. Басыңды көлеңке шалғанда жаныңды түсінер жан болмай қалады. Тіпті өмірлік қосағыңның өзі сені түсінбей, бала-шағада жағдайыңды ұға алмай жатады. Сол кезде сырласатын жан іздейсің. Ерқанаттың да өмірінде сондай сәттер болып тұратын. Сондай кезде Гүлсинаны іздейді. Сөйлессе де сөзі, әзілдесе де әзілі жараса кетеді. Сөзінің қисыны да, астары да кесіліп тұрады шіркін. Тіпті үндемей жымиып қарап отырғанының өзі ғажап. Тек шаштараз ғой демесең, өзі көріп жүрген керемет біз деген әйелдерден көркем, білімдіміз деген әйелдерден терең. Тек бармақтай бағы болмай, тағдырдың жазуымен жатақхана, жалғыз басты ана атанып жүр. Азаматы кездессе, мынау деген жар болғалы тұр. Ерқанаттың әйелі дәрігер, мінезі орыс қолдау. Жас 60-тан асса да, шашын қып-қызыл етіп бояп, тауыстың қанатындай төбесіне көтеріп қоятыны күйеуіне ұнамайды. Онысын сонау ертеректен айтып келеді. Бірақ қойғыза алмады. Жалпы әйел халқына бір ой түспесін, түссе орындайды. Оның түсінігінде сол сұлулықтың заманға сай көрінудің үлгісі болса керек. Байғұс әйел 40-тан аспай-ақ тола бастаған. Бүгінде дау сәрі бәйбіше болды. Сөзі тік, қазақы әзілді түсінбейді. Кейде сөздері жараспай қалатын кездерде болады. 40 жыл отасып үбірлі-шүбірлі болған соң, жанына жақын бір адамдай болып, жеке басының кемшіліктері байқалмай кететін көрінеді. Соның бәрін осы Гүлсинаны көргелі түсініп келеді. Жер ортасына жеткенде танысқан келіншекпен кездескеніне қуанып, сөйлескенде де жаны жадырайды. Желкесіне жинап қоятын қап-қара құндыздай шашы ақмаралдай болып керіліп тұра қалатыны қандай. Ондайда жасында кездеспеген, ешқашан қосылмайтын мәңгілік өкінішім болар деп, ақылмен санаспайтын сезімдер билеп кететіні де бар еді. Ерқанат Гүлсинамен танысқалы бері жыл ішінде жүрегіне жақын көріп кеткені сондай. Күн ара дауысын естіп, бейнесін көріп тұру үшін қаладан ұзап шықпайтын болды. Келер жылғы еңбек демалысында құрылысты сылтау етіп үй маңында өткізді. Демалысының соңына қарай балшықпен емдейтін Мойылды шипажайына баратын болды. Шетелде ғана демалатын әйелі ергісі келмеген соң Гүлсинаны шақырды, бірге емделіп қайтуға. Келіншек бұл ұсынысына ашық қарсылық білдіргенімен, отбасыңыз біліп қалса, сізге қиын болады ғой деп, сыпайылап қана, қандай қиындық болса да, басын бәйгеге тіккендей болып, саған да бір демалыс керек қой. Бөлмелеріміз бөлек болады, тек сұхбаттасып сырласып ем алып қайтамыз деп Гүлсинаны көндірді. Қашан көрсе де шаршаған мөлдір жанарынан сезіліп тұратын оның шипажайға демалып қайтқаны жан дүниесі қалады. Кәмелет жасқа келіп қалған ер баланың тәрбиесі бар, кезегі бір келмей қойған баспананың арманы бар, тікесінен тік тұрып, тәулігіне 10 сағаттай жұмыс істейтіні бар. Келіншек шындығында да зорығып жүретін. Соны сезінген сайын Ерқанаттың жаны ашып,
аяушылықтан жүрегі езіліп кететін. Шілденің шіліңгір деуге келмейтін солтүстік өңірге тән аспанында бұлт үйірілген күнде екеуі алғаш рет бірге жолға шықты. Қара айғыр джип асфальт бетінде сырғып жермен емес көкпен алып ұшып келе жатқандай. Қазақтың терме жырлары атты дискіні қосып қойып, сүйікті термешісінде тыңдап, керемет әуенмен жас келіншектен тараған мош иістен жаны жадырап, әңгімелері жарасқан аңсарлары жанына аңыратып отырып, Мойылдыға қалай тез жетіп келгендерін де байқамай қалды. Уағда бойынша Гүлсина бөлек бөлмеге Кейуананың жанына орналасты. Тек асханадағы диета-сестрадан тамақ ішетін орындарын бірге белгілеуден өтінді. Кешкі тамақтан соң аулада серуендеп жүргенде ертең емді бастаймыз, жолдан шаршаған шығарсың, демалайық деп Ерқанат естиярлық танытып келіншекпен жылы қоштасты. Таңертең асханада күнде жарқырап алдынан шықты. Гүлсина, қалайсың айналайын? Жаңа жерде қандай түс көрдің деп қарсы алды келіншекті. Қайырлы таң, неге алдымен түсімді сұрадыңыз? Деп қиылды келіншек. Жаңа жерде көрген түстің мәні болады, тіпті тағдырға да қатысты болады. Керемет түс көрдім аға, бірақ кейін айтамын сізге, деді еркелей қарап, шындықты жасырып. Түнде көрген түсінен Гүлсина шошып оянған болатын. Ерқанат ағасы екеуі Атыраудың үстінен самолетпен ұшып келе жатыпты. Төменнен аппақ үйлерден тұратын қалашық көрінеді. Бұл қай қала деп сұрағанда ағасына, біздің елде қайтыс болған адамға осындай үлкен үйлер тұрғызады басына. Солар көбейіп кеткені сондай, қалаға айналып кетіпті. Несие алса жақындарының басына мазар тұрғызады дейді. Әй қазақтар-ай, өздері күндерін көре алмай жүріп, өлгеннің басына сарай салғандарын қарашы. Одан да пәтерде жүрген балаларына баспана алып бермей ме деп төменге таңданып қарап тұрғанда люк ашылып кетіп, Ерқанат сыртқа қарай ұша жөнеліп, аға деген келіншек шошып оянады. Ақыры жақсы түс емес екенін ішінен сезді де Ерқанат сұрағанына көрген түсін ашып айтуға батпады. Жас әйел мен егде еркектің биылғы демалыстары есінен кетпестей болды. Түс ауғанша ем-домдарын алды да түскі шайдан соң көліктермен қыдыруға шығып кететін. Ертісті жағалап алтын құмға даунап, қыздырынып қайтты. Жалғыздықтың зарын, жетіспеушіліктің азабын тартып жүрген келіншекті жақын сезініп кетті ме, Павлодарға апарып базарлатты. Қарсылығына қарамай, көңілі қалған заттарын сатып алып та берді. Бала таянғал бейкүнә, қамқорсыз әйелді сонша жақсы көріп, өліп-өшіп отырса да Ерқанат ағалық жолдан асқан емес. Мүмкін оған Гүлсинаның қазағы тәрбиесімен ерекше әдебі тосқауыл болған шығар. Әйелдің жіңішке жолымен ғана жүретін сырласа келе байқады. Жастыққа талай қыз-келіншекпен махаббат сезім толқыны басынан өткенімен дәл мынадай жақсы көріп тұрып, құшағына қысуға да еріне сүюге де бата алмай аялап елжіреген емес еді. Алтын құмда қыздырынып жатқанда да келіншектің тым жалаңбаштай шомылу костюмінің үстіне жібек оранышпен жүрді. Сол жібектің өзіндей болып үрпіп, жанына отырғанда алма мойнымен аршын төсіне сүйсініп қарап, сен нағыз махаббатқа лайықсың дегенін өзі де байқамай қалды. Айтарын айтып алып, тілін тістей қойды. Себебі өзенге қарап ойланып отырған келіншек бір денесімен бұрылып еліктей үрке қараған еді. Ерке ертіске құлай өскен талдар да дүр сілкінгендей болды. Ерқанат бірдеңке айтарында айтпасын да білмей, орынсыз сұрақ қойғанына кінәлі адамдай үнсіз қалды. Аға, мен сол махаббаттың не екенін білмеймін, деді біраздан соң Гүлсина. Ғашық болып көрмедің бе? Деді Ерқанат. Ақыры осы әңгіме басталды ғой деп батылданып. Жоқ десем сенбейтін шығарсыз. Гүлтасты алғаш көргенде менің тыныш өміріме еніп, түптің түбінде тағдырыма араласады деп кім ойлаған? Менің туған ауданнан көрші ауылдың қызы екен. Қала ішіндегі аудан ауруханасының бас дәрігері болып жүредім. Елден қалаға ем іздеп келгеннің бәрі маған келеді. Анам, өзің жалғызсың, елден тамыр үзбе деп өсиеттеп кеткен соң ба,
елден келдім дегеннің бәріне қамқорлық жасаймын. Қазіргіде медицина ақылы емес, кеңес одағының тегіншілігі. Еңкейген кәрі де өрімдей жас ауырып келеді. Ретін келтіріп, 10 шақты күн емдетіп жіберемін. Сол көптеген жерлестерімнің бірі болып, Гүлтас қарындасым да алдыма келген. Күн сайын келіп кетіп жататын әйел затынан айырмашылығы жоқ. Орта бойлы, ақсар келіншек. Бір топырақтан екеніміздің құрметіне, ықыласына шағымын тыңдадым. Тұрмысқа шыққанына 10 жыл болыпты. Арманы бір перзент. Ауданы бар, облысы бар. Біраз әйел ауруларын қарайтын дәрігерге, одан қалды атын естіген бақсы-балгерлер бар. Біраз емшіге қаралыпты. Осы қалаға қоныс аударғалы мен басқаратын ауруханадағы гинеколог дәрігердің де атын естіп бір көрінуді, кеңес алуды армандап келіпті. Өзімде гинеколог Розаның жайында көп алғыс сөз естіп жүредім. Қалалық газет пен телевидение арқылы ризашылықтарын білдіріп жатқандарды да көрдім. Сондықтан байғұс балаға көмегі тиіп, перзент сүйіп жатса, Қанеке деген жақсы оймен Гүлтасты әйелдерді емдеу бөлімшесіне ретін келтіріп жатқызып, Розаға тапсырдым. Гүлтас қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі екен. Оның сөйлеу мәнері, өзін ұстауы, кейде бір ақтарыла күлгені менің жан түпкірімдегі түсініксіз бір пердені басып, жүрек сезімімді қозғап кетті. Неге сонша ықыласым түскенін білмеймін. Жеке палата бергіздім. Барлық ауру холдағы орталық телевизорды көреді. Мен оның бөлмесіне жеке телевизор қойдырып бердім. Күнделікті сағат 10-да басталатын тексерісімді сол жақтан 9-шы палатадан бастайтын болдым. Анализ қорытындыларын, керек дәрі-дәрмегін ерекше қадағалаймын. Әйтеуір соған бір жақсылықты жасағым келеді де тұрады. Өзінің үнін естіп, сөзін тыңдау жаныма қуаныш сыйлайды. Төсегінің жанындағы тумбочкасында Мұқағалидың 2 томдығы жатады. Мен оны қолыма алып көріп, өлең оқығанды жақсы көресің бе деп сұрадым. Мен тек оқып қана қоймай, жатқа да айтамын деп, кішкентай бала сияқты мақтанды. Бір өлең оқып беріңізші дедім, оның мақтанышын қызықтап. Сіз жұмыста жүрсіз ғой, көңіліңізді алаңдатуға болады ма дейді. Дәрігер адамның тәнін емдейді, ал ақын жанын емдейді. Мұқағалидың өлеңдерін оқып, сенен талай ауру жазылып кетті дедім. Сіздің жұмыс уақытыңызды алмайын дегенім ғой деп алды да, мен сізге Мұқағали ақынның «Бесік басында» деген өлеңін оқып берейін деді. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыға сәбидің келбетінде, ояту былай тұрсын рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге деп, өзіне арман болған ұлын ешкімге ұстатқысы келмей отырған келіншектің өлең оқыған үні менің жан дүниемді қозғап, ішкі бір титігімді ақтып жібергендей, тыңдай бергім келеді. Жұмыс аяғына қарай келемін, маған тағы өлең оқып бересің деп, өзімді зорлағандай Гүлтастың палатасынан шықтым. Кешке қарай бар шаруамды сырып қойып, Гүлтасқа келдім. Ол Сәкеннің қазақ жерінің ең бір көркем сәулетті өңірінің естен кетпес керемет сұлулығын суреттеген әйгілі Көкшетау поэмасынан оқып берді. Мағжанның өлеңдерінде оқып берді. Жалғыз ұлының ауруына шипа болсын деп, Жетімкөлдегі қасиетті аққуларға қару кезеген ана бейнесін өлеңде белестетіп, өзі де бірге толғанып, аққулардай шошынып отырып жеткізді. Оның өлең оқығаны өте бір дарынды әншінің шырқағандай әсер етеді екен. Бала кезімнен ән мен өлеңге құмар басым сол күннен бастап. Ғашықтық дейтіндей ғашықтық емес, не екенін түсінбеймін. Гүлтасқа жіпсіз байландым. Күндіз түні үні құлағымнан кетпей жүрді. Ынтыққаннан аспадым, білдіртпеуге тырыстым. Гүлтасты Роза гинеколог әрі қарап бері қарап бала көтере алмайтынын еш себеп таппады. Күйеуіңізді де тексеруден өткізу керек, деді. Жолдасыңды алып кел, тексеріп нақты себебін білейік, деді Гүлтасты шығарып салып. Хабарласып тұр деп телефонымды беріп, өзінікін жазып алдым. Қарындасым риза болып кеткендей. Бір жерден соң күйеуім менің денсаулығым жақсы, қайдағын айтпа деп тексерілуге көнбеді деп телефонмен айтты. Мен оның жағдайын айтқызбай қоқтым. Жылап тұрғанын да сездім. Соны сезгенде өз жанымды қоярға жер таппадым. Бұл толқынысыма өзіме өзім таң болдым. Қолымнан келер қайран жоқ. Қалай аласұрғаны мен ол біреудің жары.
Қай кезде де көмегім даяр деп қимай қоштастым. Мұндай жағдай бүгінде көп отбасында кездеседі. Еркектер қашанда өздерін күштімін, менен кінә жоқ, бәрі әйелден деп емдеуге көнбей, тіпті ажырасып кететіндер де бар. Сөйтіп ажырасқан әйелдер басқа біреуге тұрмысқа шығып, перзент сүйіп те жатады. Біздің ұлттың менталитетіміз бе, не нәрсеге де әйелді кінәлап шығамыз. Денсаулығы жақсы, барлық мүмкіндігі бола тұра бала көтере алмай, 10 жыл бойы шырылдап жүрген Гүлтасты аяғынан бірнеше күн ұйқым қашып, тірлігім пышырап жүрді. Бірнеше рет жағдайын білуге телефон шалғым да келді. Қолым бармады, ол түсінбей қалады ма деп қорықтым. Ұмытуға тырыстым. Арада бірнеше жыл өткенде Гүлтасты көріп қалдым. Түскі астан жұмысыма қарай көліктің артына, көшеде ағылған жұртқа қарап келе жатқанмын. Қызыл жарықта тұрғанбыз. Алдымыздан өтіп бара жатқан, шашын желкесіне тиген ақ жібек көйлегі келісті мүсініне жарасқан әйел тұлғасы назарымды аударды. Гүлтас деп даусымның қалай шығып кеткенін өзім де байқамай қалдым. Жүргізушім: «Өмірбек Өскенұлы, бірдеңе дедіңіз бе?» деп маған бұрылды. Өтіп барып тоқта деппін. Көліктен түсе сала 50-ді орталаған жасыма, ақшасыма қарамай, жас жігіттей көшенің қарсы бесінде кетіп бара жатқан келіншектің артынан жүгірсім бар ма? Жақындай бере: «Гүлтас» дедім. Бейне студент кезімдегідей жүрегім алып ұшып тұрды. «Ой, Өмірбек аға» деп Гүлтас та қуанып кетті. Оның көзінен ұшқан қуаныш сәулелері маған қуат берді ме, құшақтай алып бетінен сүйіп амандастым. Ол менің бұл түсініксіз сағынышымды ағасының қарындасына деген құрметі сияқты ақ пейілдікпен қабылдады. Бір-біріміздің халымызды сұрап арқа-жарқа болдық. Оның қайда кетіп бара жатқанын білмеймін, еріп келемін. Жанында мәңгі келе жатқандаймын. Осы заманда адамға шынымен сенетіндер азайып бара жатқандай ма? Бәрі күдікпен қарап, арты не болар екен деп тұратындай. Маған Гүлтастың адамға ақтарыла сенетіні, ақ жарлы сөйлейтіні ұнайтын. Оның үні құлағыма жағып, жанымды тербейтінін байқадым. Өзім Алмагүлді сүйіп алдым. Одан басқа да күніне кеміне 30 әйел көріп тіл қатысамын. Ешқайсысының үні дәл осындай жүрегімді елжіретіп, жанымды тербетпейді. Олардың ешқайсысының көзінен ұшқан мені жандырып жібермейді. Өзімді олардың жанында дәл осындай 25 жастағыдай алып ұшып сезінбеймін. Бұл не, ғашықтық па? Бұл не, тағдыр ма? Ұлдарым мен Алмагүл екеуміздің тып-тыныш өмірімізді толықтайын деп келген қандай сезім деп кейде қорып қоямын іштей. Бірақ бас тарта алмаймын. Оны көргім де келеді тұрады. Даусын сағынамын. Гүлтас содан көп ұзамай ел ордасын ауыстырған көшпен бірге Ақмолаға қоныс аударды. Жаңа жерге барғанда ауасының суысының әсерінен адам ағзасында өзгерістер болады екен. Мен де жақсылықтан үміттімін деп кеткен. Ұялы телефон дегеннің шыққан кезі оның номерін алып алдым. 2-3 айда бір мерекелерде хабарласып даусын естимін. Өзі мені құттықтап қояды. Жақсылықтан үміттімін деп кеткен Гүлтастың үміті жаңа жерде аяқталмады. Күйеуі жол апатында қайтыс болыпты. 40-ын өткізген соң оны өзі хабарласып айтты. Бір топырақтан шыққан қарындасым ғой деп көңіл айту үшін арнайы жолға шықтым. Алаңдамасын деген оймен жеткенше хабарласпадым. Ұшақтан түскен соң телефон соғып, өзі үшін келгенімді айттым. Менің шақырусыз жетіп келгенімнен ұялды ма, басқа себебі бар ма? Ой, несіне әуре болдыңыз дей берді. Әуресі несі? Бұл бабадан қалған салт емес пе? Жақын адамның қайтқанында арнайы барып, көңіл білдіру. Сен менің қарындасым емессің бе деп жатырмын. Сізді қарсы алатындай жеке баспанам жоқ, жатақханада тұрамын. Мұнда келсеңіз ыңғайсыз шығар. Сізді танымайтын қазақ жоқ деп Гүлтас әбден мазасы кетті. Мына сөздерді естігенде өзімде сасқалақтап қалдым. Оның баспанасы бар ма жоқ па деп ойламаппын да ғой. Жатақханасына бара берейін, маған сен тұрған жер мекен жайыңды айта ғой дедім. Гүлтас неге екені бәрібір жатағын көрсеткісі келмеді. Жұмыстан шыққан соң кездесетін болдық. Кеш қарая өзі айтқан көшенің қиылысында кездестік. Жарына ой жоқта айырылып қалған жүрген келіншекте ата салтымен көңіл жұбату сөздерін айтқан соң бір жерге барып тамақтанайық деп шақырдым.
қаралы болып отырып сізбен мейрамханада тамақтанғаным қалай болар екен деп тартынды. Сонша жерден несіне әуреленіп келдіңіз деп әйтеуір қазақ әйеліне лайық көргенділік көрсеткеніне қарамай, қояр да қоймай адамды жоқ бір ресторанға алып келдім-ау. Жарық жерге келгенде байқадым. Гүлтас жүзі солып, қан жоқ, сөл жоқ, жүдеп кетіпті. Біраз отырып, хал жағдайын сұраған соң, менің шынымен де өзі үшін келгеніме көзі жетті ме? Аға, мен жалғыз қалдым ғой мына жалғанда. Ең болмаса бір қызым болса сонымен жақынның шаңырағының түтінін түтетіп отыра бермес пе едім деп егіліп жылап алды. Сырласа келе білдім. Гүлтас атадан жалғыз екен. Әкеден де, шешеден де ерте айырылыпты. Жақаны да балалар үйінде өсіпті. Екі жалғыз бір-біріне сүйеніш болып жүрген екен ғой. Осынша көркем, осынша адамгершілікті қызға әйел бақытының бұйырмағанын-ай. Оның ақ пейіліне барлық жақсылық орнап, оның дархан жүрегіне бір бала емес, бір ауыл сыйып кететіндей ғой. Өмір әділетсіз бе? Шамамның келгенше сабырға шақыратын сөздер айтып, қарсылығына қарамай Гүлтасты таксимен жатақханасына дейін жеткізіп салдым. Қаланың шетіндегі баяғы тың игерушілерден қалған ескі ғимарат екен. Есінігінің алды ығы-жығы қазақтар, бәрі жас отбасылар. Балалары ауласында ештеңеден қаперсіз ойнап жүр. Мынадай нашар тұрмысқа біздің бауырларымыз ғана шыдайды дедім. Ішім қан жылап, маңдайынан сүйіп Гүлтасты да солардың ортасына қосып жіберіп кері қайттым. Сол кездесуден кейін Гүлтас тіпті миымнан шықпай қойды. Барғанымда бар болсын, өзімнен өзім үлкен бір жауапкершілік арқалап келгендеймін. Бұл не аяушылық? Осылай жаным аши беретін болса, қаншама панасыз, бағы ашылмаған қаншама қазақ әйелі жүр ғой маңайымда. Гүлтас тіпті жесір қалғанына да кінәлі сияқты. Тұйықталып кетті. Телефонмен хабарласып, жағдайын білсем ашылып ештеңе айтпайды. Бір-екі рет сапармен Ақмолаға барып, жұмыс арасында шақыртып алып, түскі асты бірге ішіп жүрдім. Қарсыласқанына қарамай, күйеуінің жылын өткізуге де ат салыстым. Ол жұмыс істейтін мектеп ұжымымен барлық таныстарын, жақанның туыстарын қосып мектепке жақын маңдағы кафеге шақырдық. Бәрі мені Гүлтастың ағасы деп қабылдады. Алматыдан келген кейбіреулері мені танитын да болып шықты. Олар таныспыз деген сайын іштей ыңғайсызданып қалғаным мен әлде бір күш мені Гүлтасқа жақындата берді. Не болса да басқа біреулер менің Гүлтасқа қатынасым барын біле бастады. Жазғы демалысына Сарыағашқа жолдама алып беріп, қарсыластығына қарамай қоймай жібердім. Емін алып болар уақытында орайластырып артынан бардым. Өзіне айтпағанмын. Буфеттен су ішіп келе жатқанымда алдымнан шыға келгені мені көріп, өзінің де есі шығып, Шымқалаға бір жиналысқа келіп едім, содан бір-екі күн су іше кетейін дедім дегеніне сеніп қалды. Жандағы келіншектер алматылықтар болып шықты. Біреуі тіпті кезінде менің қармағымда жұмыс істеген екен. Гүлтастың ағасымын деп танысқан соң, оларды Ташкентке бірге қыдыртуға ала кетуге тура келді. Ойлап келгенімде Гүлтасты олардан бөліп алып бірге болуға мүмкіндік тумады. Екеуміз Шымқалаға дейін бірге келіп, мен Алматыға, ол Астанаға қарай ұшаққа отырдық. Гүлтас ешбір ойымнан шықпайды. Күндізде, түнде де жүрегімде, өз үйімде, өзімнің сүйіп алған жарымның жанында, алтын асықтай ұлдарымның ортасында отырып, сол әйелді ойладым. Дәл осы ортада, сол жетпей тұрғандай болады да тұрады. Менің Алмагүлім сондай ақ көңіл жан. Ойына күйеуі біреуге ынтық болып жүрау деген кіріп те шықпайды. Кейде өзіме өзім таңырқап қаламын. Жас дейтін жас емеспін. Бір жағымды толықтыратындай ештеңеге де зәру емеспін. Осы келіншек қалайша менің миыма кіріп кетті деп. Өзі менің ықыласымды аудару үшін ең болмаса телефон шалып хабарлассашы. Менен ат-тонын алып қашқан сайын ынтығамын. Астанаға баратын себебім де сол. Қойшы әйтеуір жанымды қоярға жер таппай алып ұшамын. Несін ашып айтайын, ақтала берейін. Менің жанымды қоярға жер таппай Гүлтасқа ынтығуымның басты себебі ол. Екеуміздің ортамызда бір бала пайда болды. Бір перзентке зар болып жүрген әйелдің бақытына ма, сәбидің жарық дүниеге келуіне себепкер болуым керек пе еді. Жас жігіттей алып ұшқан көңілімнің жұмбағы шешілді. Менімен бірге болғаннан өлердей ұялып, іздеп келсем қашып жүретін Гүлтасты жарты жылдай жоғалтып алған болатынмын.
Телефонын көтермейді, жатақханасында да жоқ. Еш жерден таппаған соң жұмыс істейтін мектебіне баруыма тура келді. Абырой болғанда ішіне кіріп үлгермей мектеп маңайынан бірге жүретін Күләш деген құрбысына жолығып, амандықтан соң Гүлтас декреттік демалысқа шығып, Қарағанды жақтағы курстас құрбысының үйіне демалуға кетті дегені. Бірдеңкені нақтылап сұрауға батылым бармай, қашан келеді деппін. Білмеймін, хабарласып қалса не дейін? Мені іздеп жүр дерсің, келіп қалса мына телефонға хабарлай салшы деп визиткамды бердім де, естіген жаңалығымнан есім шығып, келген ізіммен ұшаққа отырып қайттым. Сондай жағдайда келуіне өз қатысымның бар екенін біле тұра қайран саламын ғой. Сонда оған біздің дәрігерлердің денсаулығы жақсы, бала көтересің, жолдасында кінәрат бар, емдету керек дегені шындық болды ғой. Байғұс әйел менімен бірге болғаннан бала көтеріп қалғанына ұялып, менен безіп кетті ме? Әлде басқа бір себебі бар ма деген ойлармен жүргенде Күләш телефон шалды. Гүлтас қыз босаныпты. Қанша телефон шалғанымен ол тұтқаны көтермеді. Күләш арқылы хабарласып жарты жылдан соң кездестім-ау. Іздеп келіп. Есімі Қарлығаш. Жақанның атына жаздырдым. Ел не десе ол десін. Мені жалғыз қалмасын деп Құдай берді. Сізден өтінішім, мені ұмытыңызшы. Бала туралы тіпті де ойламаңыз. Өздіңіздің арыстандай ұлдарыңыз бар ғой. Арада болғанның бәрін ұмытып қалыңыз деді де жылап тұрып. Баяғы жатақханада тұрып жатыр екен. Баланың жөргектерін өздері жататын жалғыз бөлменің ішіне кептіріп жатыр. Дәрігер ретінде мынау антисанитарияға қанымнан жаралған баланы қалай тастаймын? Ар ойлап, бер ойлап, Гүлтастың қарсыласқанына қарамай, Қарлығашты туғанына сыйлығым деп 2 бөлмелі пәтер алып бердім. Атына жаздырып берейін десем, құжатын бермей алып берген соң, онда көшпей біраз әуреленді. Мұндай намысшыл ары таза қызды көрсемші. Қарлығаштың қап-қара көзі, қасы біздің үйдегі ағаларын есіме сала береді. Орта жасқа келгенде көрген перзент ыстық бола ма? Гүлтас, келмеңіз, бізді ұмытыңыз десе де әлде бір жауапкершілік жанымды тырнап бара береді. Арамызда төсектік жақындық болмаса да Гүлтас пен кішкентай Қарлығаш менің ет жақындарым сияқты көңілін алданып жүретін болдым. Некелесейік, баланың некесі жүргені обал шығар дедім де. Гүлтас ат-тонын ала қашып, сіздің отбасыңызға араласып, обал жасағым келмейді. Айранда үйіп отырған отбасын бұзған адам баламын ғой ол кезде деп азарда безер болды. Мен де ойлағанымды іске асырмай қоймайтынның бірімін ғой. Мұсылманға 4 некеге дейін рұқсат деп молда шақырып, үйде неке қидырдым. Сонымен қалай болғанда да Гүлтас пен Қарлығаш менің өміріме араласып кетті. Енді ретін келтіріп сендермен таныстырамын ғой деп жүргенімде денсаулығым сыр берді. Соңғы 3-4 жыл өзіммен алысып өте шықты. Өз жағдайымды сезінген соң осы аманатты жазуға кірістім. Күннен күнге дәрменім құрып, әрең жазып шықтым. Үмітсіз шайтан деген, әлі осы кеселден сауығып кетем бе деген үміттемін. Сондықтан жазған аманатымды Гүлтасқа беріп қоямын. Алда-жалда жазылып кетсем, Қарлығашты сендерге өзім таныстырамын. Ал Алланың жазуы сол болса, осы аманатымды табыстар деп сенемін. Ертең шетелге емделуге ұшаққа отырамын. Жалғыздың жары Құдай, жалғыз Алла жар болғай деп аяқталған екен әке аманаты. Сонына құжаттарға қойып жүретіндей иректеп қолын қойып, Өмірбек Өскенұлы деп жазыпты. Кітапшаның жартысы әкемнің жасамаған жасындай тап-таза, ақпарақ қалпында қалыпты. Не істесе де осы кітапшаны толтырып өмір сүріп жүре бермеді ме дегенді ойлағанда ішім қан жылады. Есіме әжемнің аманатқа қиянат жүрмейді дейтіні түсті. Аманатын маған жазып қалдырған соң, осы аманатты да мен орындауым керек сияқты болды да тұрады. Ай бойы ойланып, анам мен бауырларыма қалай жеткізерімді білмей толғаныста болдым. Ағаларым еркек емес пе, оларға түсіндіремін-ау. Анама қалай айтармын? 20-ға жетпей қосылып, алдынан кесіп өтпей, тек соңын тілеуін тілеп өмір сүрген еді. 4 ұл туып, 4 құбыласын түгендеп, абыройын асқақтатып, анасын алақаныма салып мәпелеп, ағайын туысын төріме шығарып күтіп қызмет жасап жүргенде, жер ортасына шығарған ұшпағы осы ма десе қайтемін деп 10 ойланып 9 ойланып жүргенде
жігер ағам келіп қалмасы бар ма? Аманат хатты оқып шығып, мәссаған, әкемнен мынандайды күтпеп едім. Бізге отбасыларыңа адал болыңдар, келіндеріңді сыйлаңдар, біреуге қиянат жасамаңдар деп тәрбиелеп жүріп, өз жарының көңілін ластаған қалай деп реніш білдіргені алдымен. Арғы жағында анамызға аяушылық жатқан сияқты. Мұны аманат деп жазып кеткен соң орындауымыз керек. Мен ретін келтіріп мамаға айтармын, саған хабар беремін деді. Көп ұзамай жігер ағам әкемнің аманатын көруге шешең кетіп бара жатыр деп телефон соқты. Шешемді қорқа-қорқа ұшақтан күтіп алдым. Үйге келгенше түк білмейтіндей болып мені айланып толғанып, келген соң келіні мен немерелерін айналып отырды. Қалай сөз бастаудың жолын таппай қипақтап жүргенімді сезді де келіні сыртқа шығып кеткенде, немене, әкеңнің құпиясын ақтара алмай отырсың ба деп жымиды. Анамның әдемі жымиғаны жан дүниеме шуақ құйғандай болып жадырап ақтарылып қоя берді. Бәрін үнсіз тыңдап болып, қане сол алтын кітап, аманатың деп қолын созды. Ертесіне келіні жоқта мені әңгімеге өзі тартты. Шырағым-ау, әкеңнің қара тырнағына зар болып қалғанымда, одан қалды деген ұрпақты неге шет көрейін? Оның үстіне әкең екеуміз өмір бойы армандаған тұлымды бала. Күйеуінің некесіз туған қызын балалармен таныстырыпты деп, таныстар, туыстар күлсе күле берсін. Әкең жаны таза адам. Атаулыны аяғыш, жүрегі жұмсақ еді ғой. Мына тірлігі де дәл соның қолтаңбасы. Басқаша болуы да мүмкін емес. Өзінен бала туған әйелден басқа біреу болса, қашып кетер еді. Оның үстіне ол әйелдің өзі одан қашып отырғанда. Әкеңнің азаматтығы, адамгершілігі олардан сырттауға жібермей отыр емес пе? Біз неге сырт дебуіміз керек? Оның үстіне аманатқа қиянат жүрмейді. Гүлтас пен қарлығашты тауып маған алып келіңдер. Бәрінің басыңды қосып табыстыратынмын, қарындастарыңмен. Мен де қанша жүрер дейсің, ақ некелі жарымның аманатын аяқ асты етіп, әйелдік әділетсіздікке салынбайын. Әкең тірі болғанда өзім некесін қидырып, Гүлтасты қызымен бір отау етіп шығарар едім. Амал қанша? Пайғамбарымыз да 4 некелі болған. Мен оның бейбілерінен артық па екем? Пірім не айтса соны орындайын. Жары ғанамын ғой деді. Анамның жанарына жас толып отырған айтқан сөзінен әке аманатын әулетіміз болып орындайтынымызға қуанып, бойым жеңілдеп орнымнан тұрдым. Бәсе, ел ардақтаған Өмірбек Өскенұлы сияқты адамның жары осындай, жан дүниесі кең, жаратылысы биік болуға тиісті ғой деп ойлап қоямын. Ертесіне жұмыс орныма келгенімде қарындасым, қарлығашымды іздеуге кірістім. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.